Достар, бүгін біз сізбен осындай шығыс дәмін келтіріп, бауырдан бір тағам жасаймыз. Оған бірақта мен әлі атында қойған жоқпын. Мен бүгін жабағының бауырын алдым. Өзіңіз білетіндей, жылқыда өт болмайды. Сүтпен өскен жабағының бауырына тас та жине алып үлгерген жоқ, сондықтан тек қана бетіндегі қабыршағын алып тастаймыз да. Осылай ұзынша соломка қылып турап, салқын суға шайып аламыз. Достар, егер де менің видеоларым сізге қызықты, пайдалы болып жатса, лайк басуды, комментарий жазуды, және де достармен бөлісуді ұмытпаймыз. Табамызға бір ас қасып қантпен 100 грамм сұйық майымызды құямыз да, сәл қыздырамыз. Енді осы қыздырылған майға бауырымызды салып қызартып аламыз. Ендігі кезек міне көкөністерге келді. Туралған пиязымыз бен болгар бұрышымызды салып, тағы сәл ғана қуырамыз. Үккіштен өткізген сәбізімізді салып, сәл ғана бұқтырамыз. Енді қолдан жасалған жгучка мен соевый соусымызды қосамыз. Оған ұсатылған сарымсақпен бұрыштарымызды, тұзымызды қосып араластырамыз. Суға піскен спагеттидің үстіне жаңағы дайын бауырымызды құямыз да, қалаған көкті себеміз. Астарыңыз дәмді болсын.